Сәлем, бүгінгі қарыздан құтылуға көмектесетін жазу практикасына қош келдіңіз. Өзімді таныстыра кетейін. Мен Айткүл Үсенқызы, психолог практик, психология саласында зерттеп жүргеніме уже 6 жыл уақыт болған, тәжірибесі мен терапиясы бар маманмын және трансформациялық ойындардың жүргізушісімін. Не үшін бұл техниканы жасау керекпіз? Ең біріншіден, біздің фокусымыз қай жақта болады, яғни қарызда болса, біз сол қарызды көбейтеміз, ал плюста болатын болса, яғни ақшада болатын болса, біз ақшаны көбейтеміз. Бірақ мына нәрсені ескермей жатады, көп адамдар фокусын 100% қарызға бұрып жібереді. Яғни төменгі энергияға, төменгі координатты сызатын болсақ, жоғарыдан төменге қарай, қарыз минус, ол 0-ден төмен қарай, яғни бұл энергияның төменгі бөлігі. Ал плюс ақша ол бізде жоғарыға, градиенттің жоғарғы жағында. Демек, сіз таңертең тұрдыңыз, бүкіл ойыңыздың барлығы қарызыңызда, қалай кредитті жабам, қалай ипотеканы құямын деген сияқты қарыздарыңызды ойлаған кезде сіз автоматты түрде төменгі вибрацияның энергиясына түсесіз. Сіздің бүкіл таңертеңгі энергияңыздың барлығы слив болады. Енді біз осы энергиямыздың барлығын сливация етіп алғаннан кейін біз қажетінше күні бойы жұмыс жасай алмаймыз, дұрыс таңдаулар жасай алмаймыз, дұрыс шешімдер қабылдай алмаймыз, дұрыс әрекеттерді жасай алмай қалатын боламыз. Сондықтан біз фокусымыздың барлығын қарызға, минусқа кетірмей, плюсқа аудару үшін де осы техниканы жасау керек. Және біз бұл техниканы жасағанда маңызды нәрсе жазамыз. Не үшін жазамыз? Біз жазған кезде қолымыздың моторикалары, нейрондары арқылы біз өзіміздің санамызға оң установкаларды орнатамыз. Біріншіден, екіншіден, жазғанымызды көргеннен кейін ол нәрсені біз көру мүшеміз арқылы тоже қабылдаймыз. Біз және оны үшінші оқимыз. Оқыған кезде біз оны естиміз и біздің көңіл күйіміз, энергиямыз, фокусымыз жоғарғы жаққа өтеді. Ал енді көптен күткен біздің техникамызға келейік. Ең бірінші қағазды алып, бірінші басына былай жазамыз. Қалай болғанын өзімде түсінбеймін, бәрі өзінен өз басталып кетті. Не үшін былай жазамыз? Себебі көңіл күйіңді көтеретін әңгіме сияқты жеңіл түрде. Хорошо? Екінші, осылай жазып болғаннан кейін өзінен өзі қажетті сума табылып, мысалға сіздің бірденнен жоғарғы сумадағы бір ипотекаңызды 18 миллиондық деп жазбаңыз. Кішігірім өзіңіздің дәл қазіргі рассрочка деген сияқты нәрселеріңіз, мысалға өзінен өзі қажетті сума табылып, 24 айлық 200 мың теңгелік кредитім жабылып кетті деп жазыңыз. Дәл осылай жалғаса берді, артынан қарыздарымнан құтылдым. Төртінші қатарға осылай жазасыз. Керекті адамдардың барлығы Алланың қалауымен кездесіп, ақша күтпеген жерден келіп, мүмкіндіктердің көзі ашылып, менің ақша потогым ашылып, барлығы оңай шешілді деп жазасыз. Сосын осылай жазып болғаннан кейін, былай қарап тұрсаңыз, көңіл күйіңіз көтеріледі, барлығы оңай екеніне психикаңыз сенеді. Себебі біз барлығы қиын, проблема деген сайын өзіміздің миымызды одан сайын төменгі вибрацияға түсіріп, энергиямызды түсіре береміз. Ал дәл қазіргі уақытта біздің энергиямыз, ол біздің состояниемізді құрайды, ал состояниеге ақша келеді. Бесінші, ғажап, красота, тамаша деп жазыңыз. Дәл осы техниканы күнделікті түстен таңнан түске дейінгі уақыт аралығында күніге жасасаңыз керемет нәтиже болады. Әрине, бір рет жазғаннан миыңыз сенбеуі мүмкін, бірақ әрбір біз жаздық, уже біздің миымызға
ақпарат кетті, біздің нейрондарымызға ақпарат кетті. Ал осы нәрсені жазу арқылы сіз өзіңіздің фокусыңызды жақсы жаққа қарай бұрасыз, барлығы жеңіл болатынына, алладың қалауымен барлығын жеңіл жасауға болатынына, сіздің оған мүмкіндігіңіздің бар екеніне, проблемалардың шешімі бар екеніне уже миыңыз сене бастайды. Ал сіз сенген нәрсеге Аллах тағала міндетті түрде жауап береді. Сіздің психикаңыз уже сол жақсы энергияны тарта бастайды. Өзімнің психикамдағы ақшаға байланысты дүниелермен жұмыс жасағым келеді деген запросыңыз болатын болса, мен сізді өзімнің трансформациялық ойыныма шақырамын. Бұл ойын 3 сағат уақыт болады. Жеке ойнауға да, жұппен ойнауға да, топпен ойнауға да болады. Теміртау қаласында әр апта сайын офлайн, ал басқа қалалардан болсаңыз әр аптада бір күнде онлайн ойындар жүреді. Мен сізді күтемін, өзіңіздің ақшаңызбен қарым-қатынасыңызды реттеп, бай, бақуатты, өзіңіз қалаған роскошный өмірді сүруге әбден лайықсыз, және солай болуын тілеймін. Мен сізбен қоштаспаймын. Кездескенше.